Баршаларыңызға сәлем. Өте дәмді шоколадный торт дайындаймыз. Оны дайындау үшін бізге ең алдымен 6 жұмыртқа керек. 6 жұмыртқаны ақ уызы мен сары уызынан осылай мен сияқты қылып бөліп аласыздар. Бөлген соң енді біз оған шекер қосамыз. Шекер қосатын кезінде мен бір жұмыртқаға 1 ас қасық шекерден түседі. Сол себепті мен сары уызына 3 ас қасық шекер қосамын. Ақ уызына да дәл солай 3 ас қасық шекерден қосамын. Енді мен ең алдымен сары уызымды миксерлеймін. Осылай миксерлеп жатып, шекерді біртіндеп қосып, қайтадан өстіп миксерлей береміз. Мен өстіп скоростын әрбір минут сайын көбейтемін. Енді жақсылап миксерлеп шығып, шекерді біртіндеп қосамыз. Мен осылай қосқан соң, менде осындай болып шықты. Менгі ешқандай түспейтін, жерге ағып кетпейтін, жақсы ғана осындай бір нем дайын болды. Ақ уызым жақсылап миксерленді. Енді мен сары уызымды миксерлеймін. Енді менде ода 6 сары уыз бар. Енді және де 3 ас қасық шекер бар. Енді мен оны осылай жақсы қылып миксерлеп шығамын. Осылай миксерлеймін. Ол кезде сары уыз кішкене өзінің түсін өзгертеді, кішкене ақшылдау болады. Міне енді менде ақ уыз бен сары уыз бар. Енді мен екеуін біріктіремін. Ол үшін сіздер ақ уызға сары уызды жайлап қосып, осындай лопатканың, яғни күрекшенің көмегімен шетінен бастап араластырып екеуін біріктіресіздер. Мен бір рет сары уызымды қостым. Енді тағы да екінші рет сары уызымды қосамын. Енді мен осылай қосып болған соң, менікі дайын. Енді мен оны какаода қосамын. Себебі мен шоколадный бисквит дайындайын деп жатырмын. Мен қазір мына жерде ұн мен разрыхлителді араластырып алдым. Енді мен оған какаоны қосамын. Енді егерде сіздерде какао темный цветі болса, 2 ас қасық қосыңыздар, немесе қоңырқай түсті болса, 3 ас қасық қоссаңыздар болады. Мен араластырып біттім. Енді мен ақ уызы мен сары уызыма біртіндеп қосып, тағы да араластырып, жайлап сөйтіп қоса беремін. Мен қазір өстіп шетінен бастап араластырып жатырмын. Себебі сіздердің ақ уыздарыңызды абайлау керек. Ол егерде түсіп кетсе, сіздердің бисквиттеріңіз пәс болып қалады. Сондайды ескеріңіздер. Міне мен қазір араластырып болдым. Енді менде 25 диаметрлік форма бар. Дәл осы формаға салатын боламын. Ешқандай майды, еш нәрсені жақпаймыз. Мен қазір енді осылай араластырып салып жатырмын. Салған соң енді ол біркелкі болу үшін оны кішкене үстіп және де үстіп ұрып шығасыздар. Сол кезде сіздердің бисквиттеріңіз біркелкі болып шығады. 180 градуста 30 минут пісіреміз. 30 минутқа дейін духовканың қақпағын ашпау керек. Енді мен піскенін білу үшін осындай кішкене ағаш таяқшаның көмегімен ішінен кіріп шығарамын. Ол құрғақ болса, значит, ол біздің бисквитіміз дайын деген сөз. Менің бисквитім осындай болып көтерілді. Енді сіздер оны формадан шығару үшін пышақтың көмегімен шетінен осылай үстіп шығасыздар. Енді оны шыққан соң, енді сіздер оны формадан шығара берулеріңізге болады. Сіздердің бисквиттеріңіз одан кейін сіздер оны 10 минут немесе 5 минут суытасыздар. Міне менің бисквитім осындай болып көтерілді. Енді мен оны алып, астындағы форманың затын алып, енді мен оны төңкеріп, біркелкі болу үшін және де пергамент қағазын алатын боламын. Міне қараңыздар, пергамент қағазы өте оңай болып алынып жатыр. Енді менікі мынандай болып көтерілді. Енді мен келесі кезекте өзімнің кремімді дайындайтын боламын. Крем дайындау үшін мен ең алдымен осындай ыдысты алып аламын. Осы ыдысқа ұн қосамын. Және де какао қосамын. Ыдыста осындай какао бар. Какаоны қостым. Қосқан соң енді мен оған шекер қосамын. Және де ванильный сахар қоссаңыздар болады. Мен ванилин қосамын. Менде 2 грамм. Енді қосып болған соң, осыны араластырып шығамыз. Араластырып болған соң, сіздердің барлық заттарыңыз араласқан соң, осындай қоңыр түске енеді. Енді бұл ыдысты басқа жерге қоя тұрып, басқа ыдысқа сүттің жартысын құямыз. Бағанағы какао салынған тестаны барлығын біркелкі қылып салып шығамыз. Енді біз оны салып болған соң, барлығын салдық. Енді біз оған бағанағы сүттің жартысын қосамыз. Оған дейін біз жақсылап араластырып шығамыз. Тентектері болмау керек.
жақсылап араластырып жатырмын. Міне мен араластырып болдым. Енді мен оған жаңағы сүттің барлығын қалғанын қосамын. Енді біз тағы да араластырамыз. Осылай жақсылап түйінтек болмағанша дұрыстап әдемілеп араластыру қажет. Мен араластырып болдым. Міне енді мен араластырып болған соң, енді мен оған 2 жұмыртқа қосамын. 2 жұмыртқа, бірінші жұмыртқамды салдым. Енді екінші жұмыртқамды да дәл солай саламын. Салып болған соң, сіздер оны қайтадан араластыруды ұмытпаңыздар. Сіздер осы жұмыртқаның сіздер қазір газге қойған кезде осы жұмыртқаның ағы пісіп қалуы мүмкін, бірақ сіздер оны ешқандай да уайымдамаңыздар. Бірақ сіздер оны тез араластырып тұруларыңыз керек. Ол кезде сіздердің кремдеріңіз полный газде пісіп қалады. Мен енді жай газге қойып осылай істеп шықтым. Менде қазір түйінтектер пайда болды. Бірақ мен онды қазір бетіне пищевой пленканы жауып, бөлме температурасында 30 минут немесе 1 сағат көлемінде суытамын. Міне осындай болып шықты. Енді мен оны қазір осы ыдысқа қажетті пищевой пленканы аламын. Міне мынандай болып шықты. Енді мен осындай пищевой пленканы қажеттісін алып қырқып аламын. Осылай шетінен бастап қырқып алған соң, енді мен оны бірінші бөлме температурасында суытуым үшін осы пищевой пленканы ортасына біртіндеп басып, өйткені оған ауа кіріп кетпеуі қажет. Дәл менің көрсеткендей видеодағыдай жасаңыздар. Бірақ осы крем өте дәмді болып шығады. Маған осы крем ұнап қалды. Тортым өте дәмді болып шықты. Енді мен бисквитімді кесетін боламын. Мен негізі 2 бөлікке кестім, бірақ кейін астың жағынан 3 бөлік қылып шығардым. Енді мен қазір кесіп жатырмын. Мені қараңыздар, менің бисквитім өте жақсы көтерілді. Дәл менің бисквитімнің рецепті бойынша жасаңыздар. Міне енді менің кремім суып шықты. Енді мен оны жақсылап миксерлеймін. Примерно 3-4 минут. Миксерлеп болған соң сіздер кремді, енді оған сіздер сарымайды қосасыздар. 1 ас қасықтан болу керек. Сіздердің сарымайларыңыз жұмсақ болса, сіздердің кремдеріңіз де сонда жақсы болып шығады. Жақсылап араластырып, және де 1 ас қасық немесе 2 ас қасықтан қосып, дәл мен сияқты қылып миксерлеңіздер. Менің кремім уже дайын болып қалды. Тағы да 1 ас қасық қосып, қайтадан миксерлеп шығамын. Менің енді торттың қорждарын жинаймын. Енді мен оны кремдерін 2, 4 немесе 5 ас қасықтан қосып, үстілеп жақсылап жайып шығып, ең соңғы қоржын қоямын. Енді мен оны ең соңғы қоржын қойған соң, қалған кремді бетіне осылай жағып шықтым. Мынандай болып шықты менікі. Енді осылай жағып болып шыққан соң, енді мен оның бетіне глазур құямын. Өзім дайындап алдым. Кейін рецептісін шығарамын. Осылай бетіне құйып, осылай полный құйып шығамыз. Енді менің тортым дайын. Холодильникте примерно 4-5 сағат ұстау керек тортты. Сол кезде ол дәмді және де тойымды болады, тез дайындалады. Осылай алып шығамыз. Менің тортым өте дәмді болып шықты. Прага тортынан да және де басқа да шоколадный барық торттарынан өте дәмді болып шықты. Қазір енді дәмін көретін боламыз. Дәмі деген өте дәмді, маған өте қатты ұнап қалды. Менің рецептім бойынша жасап көріңіздер. Қазір енді мен оның дәмін көремін. Қараңыздар, түсі де өте әдем болып тұр. Міне